Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақгүл Ғалымжанова. Бүгінгі тақырып керемет лайфхак памперс үнемдеу жайлы болмақ. Ең алдымен баланың бүлдірген памперсін алып, үстіне су құятын боламыз. Онан соң су жақсы сіңіріп алу үшін 5 минутке қоя тұрамыз аударып. Міне памперсіміз суды сіңіріп алды. Ендігі кезек қолымызбен шетін ғана тесіп, ішіндегі бүлінген нәрсені шығарамыз. Сонан соң жақсылап шайып, сабындайтын боламыз. Сабын бізге қолды жақсы жүргізу үшін қажет. Жақсылап жуып, қайтадан ішіндегі нәрселерді шығаратын боламыз. Міне әбден сығып, ішіндегі нәрселерді шығарып болдық. Енді шайып, қайтадан сабындаймыз. Бұл иіс қонысты кетіру үшін қайта-қайта сабындап, жақсылап жуамыз. Онан соң қайтадан тазартып, шайып, жақсылап кептіріп қоятын боламыз. Далаға, таза ауаға кептіреміз. Міне памперсіміз кеуіп, жақсы дайын болды. Енді арнайы үтіктелген шүберегімізді ортасына саламыз. Бұл әдіс бір жағынан ақшамызды үнемдейді, екінші жағынан балаға үнемі памперс салып қойғаннан көрі жайлылық болады. Қайта-қайта ауыстырып, жаялық жуғандай жуып алып отырамыз, аутауға ауыстырып тұрамыз. Памперстің көмегі бұл сідігін жайып жібермес үшін қажет және жуып алуға ыңғайлы. Мен бұл әдісті бұрыннан бері пайдаланамын. Әрі ыңғайлы, әрі таза жүреді бала. Памперс үнемі салып қойған зиян балаға, сондықтан шүберек ретінде пайдаланамыз, ал памперс оның ағып кетуінен сақтайды. Бұны бірнеше рет пайдалануға болады. Бір памперсті осылай жуып алған 10 шақты рет пайдалансақ болады.